Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге ұлбосын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет дәмді пирожки пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге рецепт ұнайтынына өте сенімдімін. Толық рецепт описание бөліміне жазып қойдым. Ең бірінші бізге ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, ашытқымызды салып, барлығын араластырамыз. Керек мөлшерде тұзымызды қосып, осы суымыздың үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін таза пакетпен жауып, немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашимын дегенше, көтерілгенше салмасын дайындап қоямыз. Салмасына бізге картошкамызды осылай аршып, таза суға салып, қайнатып пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз көтерілді, осындай болып, әдемі болып көтерілу керек. Енді дайын болған қамырымызды осылай ыдысымыздан алып аламыз. Енді салмасы пісті, картошкамыз піскеннен кейін осылай езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қоссаңыздар болады. Және де кішкене сүт қостым мен. Салмамыз суытып қойып қоямыз, оған дейін қамырымызды жасап аламыз. Қалауларыңыз бойынша осылай кесіп аламыз. Барлығын кесіп алғаннан кейін осылай домалақтап, тағы да 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып, ортасына салмасын салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай түйіп шығамыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Дайындап қоямыз. Тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін майымызды табамызға құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға пирожкиларымызды салып, осылай пісіріп аламыз. Екі жағында әдемі етіп, алтын түстес етіп, сап-сары болғанша пісіріп аламыз. Өте әдемі, дәмді. Міне достар, қараңыздар, өте әдемі дәмді пирожкилар пісіп шықты. Осылай керемет, видеода көріп тұрғандарыңыздай достар, өте оңай рецепт, жасап көрсеңіздер болады. Қарапайым рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған ұлбосын. Астарыңыз дәмді болсын.